Мен Рахып Сайлаубай Жұматханұлы, Ақтау қаласындағы номер 29 жалпы білім беру орта мектебінде бірінші санатта дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Бүгінгі педагогика идеялар панорамасында сіздерге ұсынып отырған тақырыбым гимнастика, алға артқа домалау. Мен өзі спортты гимнастикадан спорт шеберімін. Бұл сабақта оқушылардың дене бітімін әдемі және түзу өсуіне ықпалын тигізетін жаттығулар жасатамын. Бізге, желкемізге, белімізге тұз жиналмау үшін және омыртқа жоталарының қалыпты жұмыс жасау үшін өте пайдасы көп. Сондай-ақ буын ауруларының, жүйке жүйенің, қан айналымының бұзылуының алдын алу үшін бұл жаттығулардың пайдасы өте зор. Оңайдан қиынға қарай бағытталған, яғни сфералды жүйемен жұмыс жасаймын. Түзет! Тәкті! Сәлематсыз оқушылар! Сап! Оу! Алға қадам! Бас! Жүреміз! Оң атталмен! Қолын жоғары, сатыңдасыз. Аяқ үшін өтеді, аяқ үшін жүреміз. Келесі дайындап. Дайындап. Келесі жаттығуымыз. Алда егер жүреміз. Тіземізді бүктейміз. Келесі жаттығуымыз. Аяқ басамыз, қашамыз. Басамыз, қашамыз. Түсінікті ғой? Дайындалып кетеміз. Тізе бүкпеңіз. Алда етеміз. Аяқ ашамыз, інеміз. Балалар, жиналғанымыз келесі жаттығуымыз. Қолды тіземіз қоямыз, отырып жүреміз. Үйлер тізге басамыз өтеміз. Бастарымыз көтереміз, көтерімізге. Отырып тұрамыз. Келесі жаттығуымыз. Қолымыз қапталды. Денеміз тіке отырамыз. Осы тіке отырып жүреміз. Келесі дайындалды. Қол қапталды. Алақанымыз. Теге қараттар созақтарымыз жинаймыз. Келесі жаттығуымыз. Қолымыз қосамыз қапталды. Екі тіземіз қосамыз. Бірге аяқ үшінен секіреміз. Түсінікті ғой? Қол басталды. Қатар алға жүреміз. Жаттылай. 2, 3, 4. 10-ға соға қараймыз. 1,
Birlikte şartlarımız. Ayağımdan tamamlamak. 1, 2, 3, 4. Geri ayrı. 3, 4. Kollarınız birlikte. 1, 2, 3, 4. Jaraysiz. Birlikte şartlarımız. 30 amzalda. Kaçlayınız. 1, 2, 3, 4. Оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз сабақ барысында айтып өттім сіздерге гимнастика алдыға, артқа домалау. Оның сіздерге өте денсаулықтарыңызға, буын ауруларыңызға өте маңызы зор. Оны сіздерге мен қазір қысқаша түсіндіріп кетемін. Біздің желкемізге, белімізге тұз жиналуына және омыртқамыздың жұталарының бірқалыпты жұмыс жасауына өте маңызы зор. Сондай-ақ буын ауруларына және жүйке жүйелеріне, қан айналымдарына, бас ауруларына өте пайдасы көп. Түсінікті ғой? Қазір мен сіздерге осы жаттығуды қалай дұрыс жасау екенін көрсетемін. Сіздер соны көреміз, қайталаймыз. Сіздер қайталаған кезде қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, жаттығуды артқа алға домалауды жасаймыз. Түсінікті ғой бәріңізге? Жарайсыздар. Оқушылар, қазір мұқият қараймыз. Біз бірінші артқа домалаудың оңай тәсілдері 25-30 градус биіктіктегі көпіршеден төменге қарай домалаймыз. Бірінші отырамыз. Аяғымыз созамыз, тақырамыз. Қолымыз қолдың басын алға еңкейміз. 1. Арқа қол қарағанда кезде қол осылай еңкейміз. 2. Отырамыз. Осылай. Түсінікті ғой? Отырамыз. Қолымыз аяқтаймыз. Балалар, қазір сіздердің аранызда біреуге көрсетем, мұқият тыңдап алыңыздар. Қарап, түсінікті ғой? Бірінші аяғымызды алға созып отырамыз. Аяғымызды қосамыз, ашпаймыз. Қолымыз құлақтың қасында. Алға еңкейміз. 1, 2, артқа құлаймыз. Құлақ барысында аяғымызды жеңгенеміз. 2, құлаған кезде қолымызды жинаймыз. Қолымызды құлақтың қасына. Аяғымызды қосамыз. 2, 3, аяғымызды жетеміз. 4, қол созамыз. Орнымыздан тұрамыз. Жаттығуымызды аяқтаймыз. Түсінікті ғой бәріңізге? Балалар, жаңа сіздерге оңай биіктен төменге қарай домалады. Енді сіздерге жаттығуды кішкене кетіріп. Енді тегіс жерде артқа қарай домалаймыз. Мен сіздерге көрсетем, мұқият қарап алыңыздар. Отырамыз, аяқтарымызды созамыз. Алға еңкейміз. 1, 2, 3, отырсаңыз 4. Орнымыздан тұрамыз. Жаттығуымызды аяқтаймыз. Түсінікті ғой? Енді осы заттарды қазір араларыңызда бір оқушы көрсетем, қарап, мұқият тыңдап алыңыздар. Келіп. Отырамыз. Аяқ қосылды. Биіктен төменге қарай домалады. 1, 2, домалады. 2, аяқ көтереміз, қолды жинаймыз. 3, қол созамыз. 4. Түсінікті ғой? Орнынан тұр, қолын көтер бақтауға өткізесіз. Балалар, және сіздерге артқа домалауды көрсеттім. Бірінші биіктен төменге домалау, осы тегіс жерде домалау. Енді мен сіздерге көрсетем, биіктіктен төменге қарай домалау. Тұрамыз.
домалаймыз, аяғымызды ұстаймыз кеудеде, қолды көтереміз қапталға, аяқтаймыз. Түсінікті ғой? Екінші текшерді жасаймыз. Аяқтадық қой жаттығуымызды, тағы қайталаймыз. 1, 2 отырамыз, 3 қолымызды қоямыз, 4 басымыз асырып, желкемізбен алға домалаймыз. Аяғымызды ұстап, қолымызды көтереміз, жаттығуымызды аяқтаймыз. Түсінікті ғой? Домалай кезде аяғымызды ашпаймыз, аяғымызды қосып жасаймыз. Оқушылар, жаңағы үйренген екі жаттығуымызға бір домалауды. Осыға екі топқа бөлініп, жаттығуымызды қайталаймыз. Түсінікті ғой бәріңізге? Оқушылар, енді жаттығуға кірісеміз. Қол созамыз алға, 1, 2 отырамыз, 3 қолды қоямыз, 4 басын киіп алға домалаймыз. Қол қапталда аяқтаймыз. Келесі матрас жасаймыз. Қолдар созамыз алға, 1, 2 отырамыз, 3 қолды қоямыз, 4 домалаймыз. Қол қапталда қолды аяқтаймыз. Келесіне келеміз. Қолды созамыз алға, 1, 2 отырамыз, 3 қолды қоямыз, 4 домалаймыз. Аяғымызды ашпаймыз. Келесі. Қолдарды созамыз алдыға, 1, 2 отырамыз, 3 қолды қоямыз, басын жасырамыз, қолымыз қапталда жаттығуды аяқтаймыз. Келесіне келеміз. Қолдарды созамыз алдыға, 1, 2, 3, 4. Қолдарды жарайсың. Оқушылар, алды айналу сәл аяқтадық. Енді келесі жаттығуымыз біз артқа домалау. Отырамыз. Қолдарды созамыз, құлақтың қасында, аяқтар созамыз, алда екеміз, 1, 2, 3 домалаймыз, 4. Қол созамыз алда, қапталға аяқтаймыз. Келесі отырамыз. Қолдарымызды көтереміз, 1, 2 иеміз, 3 домалаймыз. Қолдарымыз қапталға аяқтаймыз. Келесі отырамыз. Қолдарымызды көтереміз, 1, алға еңгеміз, 2, 3 домалаймыз. Келесі. Қолдарды созамыз, 1, алға еңгеміз, 2, 3 домалаймыз. Қолымыз қапталда аяқтаймыз. Келесі. Түзел. Тік тұр. Еркін тұр. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз осымен аяқталды. Қорытындылады сөйлейік. Бүгінгі біз не үйрендік сабағымызда? Келесі тақырып. Tekrar sağ. Z. Tekrar. O. Bak. Yine ölmesi yaplarda.